Бәріңізге сәлем. Бүгін өте дәмді багет жасайтын боламыз. Сүтімізді, қантымызды, тұз, сұйық май, дрожжімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салып, осылай араластыра отыра қамырымызды иірлеп аламыз. Және де 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне 1 сағат өтті. Енді қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, осылай домалатып аламыз. Және де қамырымызды жаямыз. Жайып болғаннан соң қамырымызды шетінен орайтын боламыз және жақсылап жабыстыру керек. Енді суымызды қатты қайнатып, қант салып, қамырларымызды салып 2 минутқа пісіріп аламыз. Тек 2 минут қана. Енді осылай қамырларымызды қойып, пышағымызды сулап, кесіп шығатын боламыз. Пышағымыз су болу қажет. 180 градуста пісіреміз. Енді сары май, чеснок және де зелень салып араластырамыз. Нандарымыз пісті біздің. Енді араларына жағып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Рецепті соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.